Сәлем достар, сіз өміріңізде бір рет болсын істеген әрекетіңізге өкініп көрдіңіз бе? Ондай болса, қорқпаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Мысалы мына қыз, немесе ердің бозы болған мына жігіт. Guys, don't do the Kylie Jenner lip challenge. Бүгінгі видео істегендеріне өкінген адамдар туралы болады. Ал енді біз бастаймыз. Мына видеода қожайын оятып қана қоймай, кірпіктерінде жұлып алады. Where did all my eyelashes go? Ал енді екі көздің кірпіктерін теңестіру үшін екінші көздің кірпіктерін жол деп өтіну керек. Көптеген адамдар жаза аяқталған соң осылай болып көрінетін болады. Зато олардың заңға бағынатынын бірден білуге болады. Ал бұл жігіт көптеген еңбекпен келген жүлдені сынырып тастады. Дәл қазір мен сіздерге өздігімен шаш қиған қыздардың күлкілі видеоларын көрсететін боламын. Гольф жүйкесі нашар адамдарға арналмаған ойын. Егер де бұндай адам ойнайтын болса, осындай жағдай орын алуы ғажап емес. Бұл жігіттерді қатты аяп кеттім. Мейлі, адам танымал болсын, болмасын, барлығы да қателесіп тұрады. Нембо ойыншысы Никола Йогич пресс-конференция кезінде күлкіге қалады. Барлығымыз да осылай жасап көрген болармыз. Ал мына жігіттің бүгін жол болмады. Guys, don't do the Kylie Jenner lip. Бұл қызбен болған оқиға да өте күлкілі. Мына же колаға ментіс қосса, не болатын білмейтін секілді. Боулинг ойнап білмеймін деп ойласаң, мына жігітке қара. Мына жігіт өзіне көп алып қойған секілді. Бір қызығы телевизорге осындай соқтан соң түкте болмапты. Ешқашанда үстелге сүйеніп тұрып шпагатқа отырмаңыз. Мына жігіт виноның ашуының керемет жолын тапты. Ашарын ашты. Енді қалай ішетіні белгісіз. Бұл жігіт мектепте физика оқымаған үшін өкініп қалды. Осындай ауа райы кезінде телефонды қалтадан шығару ақымақтық болды. Достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаған болса, тегін лайктарыңызды баса отырып, бізге қолдау ретінде арнамызға тіркеліңіз. Және де шығып тұратын видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны шертіп қойыңыз. Сіздермен болған Казбрайн анасы, хош, саламатта болыңыздар.